Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз прогрессия тізбекке байланысты ұбт-да келген 5 есепке талдау жасайтын боламыз. Бірінші есеп геометриялық прогрессияны құрайтын 3 санның көбейтіндісі 64-ге тең. Прогрессияның еселігі 2-ден 1-ге тең болса, бірінші мүшесін табыңыз. Яғни геометриялық прогрессияны құрайтын 3 санның көбейтіндісі b1 көбейту b2 көбейту b3 деп алайық. Бұл бізде 64-ге тең. Еселігі 2-ден 1-ге тең. Яғни q 2-ден 1-ге тең. Бірінші мүшесін табуымыз керек. b1 көбейту b2-нің өзін b1 көбейту q деп аламын. b3-ті де b1 көбейту q-дың квадраты деп аламын. Ол 64-ге тең. b1-ді өз-өзіне үш рет көбейтсем, b1-дің кубы шығады, көбейту q-дың кубы. Яғни q-ды q-дың квадратына көбейтемін. Тең 64-ге. b1 көбейту q-дың 3 дәрежесі тең болады. 64 қандай санның 3 дәрежесі? 4-тің, да? 4-ті өз-өзіне көбейтсек 64 шығады. 4-тің кубы. Сонда b1 көбейту q тең болады 4-ке. b1-ді табу үшін 4-ті q-ға бөлемін. b1 тең болады 4 бөлінген 2-ден 1, 2 4-ке көбейтеді 8. b1 тең болады 8-ге. Келесі екінші есеп қосындының мәнін табу керек. Бұл жерде шексіз кеммелі геометриялық прогрессияның формуласын қолданамыз. S тең болады b1 бөлінген 1 азайту q. v1 бұл жерде 2-ден 1-ге тең, b2 дегеніміз 6-дан 1-ге тең. Олай болса, q-ды табу үшін 6-дан 1-ді 2-ден 1-ге бөлемін. Яғни 6-дан 1 көбейту 2, 3-ден 1-ге тең. q 3-ден 1-ге тең, сонда S тең болады 2-ден 1, 1 азайту 3-ден 1 тең болады. Алымында 2-ден 1 жазамыз, бөлімінде 3-ден 2 шығады. Себебі мұнда 3-ден берем, 3-ден 1 алам 2. 2-ден 1-ді көбейтемін, 2-ден 3-ге, 4-ден 3 шығады. 4-ден 3 дегеніміз 0,175. С вариантын таңдадық. Үшінші есеп сан тізбегінің жалпы мүшесінің формуласы берілген. С2 қосу С3-ті және С2 бөлу С3-ті мәндерін табуымыз керек. Ол үшін С2-ні тауып аламын. N-нің орнына 2 қоям. Минус 2-нің минус 2 дәрежесі 3 көбейту 2 тең болады 6 минус 2-нің минус 2 дәрежесі. Минус 2-нің минус 2 дәрежесі ол минус 2-ден 1-дің квадраты. Келесі бөлу 6 тең болады. Минус 2-ден 1-дің квадраты ол 4-ден 1 бөлу 6, 24-ден 1. Келесі С3-ті табам, С3 тең болады. Минус 2-нің минус 3 дәрежесі бөлу 3 көбейту 3. Бөлімінде 9, алымында минус 8-ден 1. Минус 72-ден 1. Енді С2 қосу С3-ті табу үшін 24-ден 1 қосу минус 72-ден 1. Ортақ бөлімі 72, мұнда 3-тен беремін, 3-тен 1 аламын, 2, 36-дан 1. Яғни G варианты болады. Және С2-ні С3-ке бөлемін, 24-ден 1-ді бөлемін, минус 72-ден 1-ге. 24-ден 1-ді жазамын, бөлуді көбейтуге алмастырам, минус 72 тең болады, қысқарады, минус 3. G және H жауаптарын таңдаймыз. Төртінші есеп шексіз кеммелі геометриялық прогрессияның еселігі берілген. Q 4-тен 1-ге тең. Барлық мүшелерінің қосындысы 16-ға тең болса, бірінші мүшесін табуымыз керек. S тең болады b1 бөлінген 1 азайту q. b1-ді табу үшін S-ті көбейтемін 1 азайту q-ға. Тең болады S 16 көбейту 1 азайту 4-тен 1. 16 көбейту 4-тен 3, яғни 1-ден 4-тен 1 азайтамын. Қысқарады, сонда 12 шығады. В жауабын таңдадық. Келесі 5-ші есеп геометриялық прогрессия берілген, прогрессияның 5-ші мүшесін табуымыз керек. Б-нің формуласын еске түсіреміз, b1 көбейту q-дың n-1 дәрежесі. b5 тең болады, b1 дегеніміз 18 көбейту q дегеніміз минус 3-ден 1-дің 4 дәрежесі. 18-ді көбейтемін, 3-тің 4 дәрежесі 81, 81-ден 1 тең болады 9-ға бөлем 2, 9-ға бөлем 9, 9-дан 2.
бесінші мүшесі 9-дан 2-ге тең.